Баршаңызға сәлем, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен Корей тағамы корндоктың жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін каналымнан алыстамай, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Рецептімізді бастайық. Ең алдымен бізге осындай видеодағыдай сосискалар қажет болады. Теңдей етіп екі бөлікке бөліп шығамыз. Содан соң бізге шпажки қажет болады. Шпажкиімізге сосискаларымызды дәл видеодағыдай етіп орналастырып шығатын боламыз. Барлығын орналастырып болдық. Енді клярымызды әзірлейтін боламыз. Құрғақ ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап жұмыртқамыз ағарғанша араластыратын боламыз. Содан соң қара бұрыш, паприка және де тұзымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. 1 пияладай сүтімізді құямыз. Үстінен електен өткізілген ұнымызды азыздан сала отырып, қатты қою да, қатты сұйықта емес консистенция әзірлейтін боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Өте оңай, керемет тағамдардың бірі, міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Неге біздің консистенциямыз дайын, енді табамызға майымызды құйып қыздырып қоямыз. Шұжықтарымызды консистенциямызға батырып, қызып тұрған майымызда жақсылап қуырып алатын боламыз. Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді заттармен жасалынатын пирогтар, тіске басарлар, тәттілер және де салаттардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімнің алғашқы көрермені боласыздар. Дайын болған корндоктарымызды қағаз сүлгімізге салып, майына сырғытып алатын боламыз. Содан соң кез келген соус түрімен, немесе гарнирмен дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, сіздермен болған Ариана. Видеомды лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қолдап кетіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыз.